Қайырлы күн, Дұрыс-бұрыстың сүйікті көрермендері. Сәлем, достар. Біз бүгін мектептен қайтып келе жатқанда көбінесе қандай қателіктерге жол беретінімізді және оны қалай істету керек екенін көрсетеміз. Ал сендер біздің кеңестерді есте сақтаңдар. Ендеше іске сәт, достар. Әрдайым мектептен қайтуға асығамын. Сендер де сөйтетін шығарсыңдар. Балалар, үй тапсырмасын жазып аламыз. Әрдайым мектептен қайтуға асығамын. Сендер де сөйтетін шығарсыңдар. Балалар, үй тапсырмасын жазып аламыз. Мен асығып бара жатырмын. Үй тапсырмасын WhatsApp-тан жазып жіберші. Әрдайым мектептен қайтуға асығамын. Сендер де сөйтетін шығарсыңдар. Балалар, үй тапсырмасын жазып аламыз. Мектеп формасымен жүрмін. Ең болмаса қақпаға тұра салайын. Негізі мен осы аяқ киіммен қатты ойнаймын. Құрбыларымызбен бір-бірімізді шығарып саламыз деп жүргенде уақыттың кеш болғанын байқамай қаламыз. Бірінші екеуіңді шығарып салайын, сосын асықпай өзім қайтам. Құрбыларымызбен бір-бірімізді шығарып саламыз деп жүргенде уақыттың кеш болғанын байқамай қаламыз. Ауа райы керемет болып тұр. Серуендеп қайтайық. Құрбыларымызбен бір-бірімізді шығарып саламыз деп жүргенде уақыттың кеш болғанын байқамай қаламыз. Ата-аналарымыз уайымдап қалар, ертерек қайтайық.
Достар, жолдан өтерде асықпаңдар. Мектеп формасына ұқыпты қарап, оны спорттық ойындарға кимеңдер. Үйге ерте қайтып, ата-анамызды алаңдатпауға тырысайық. Құрметті достар, Осы айтқан мысалдарымызды есте сақтаңыздар. қоштау болыңдар.